Жалпы өмірге келгесін әрбір адам баласы бақытты өмір сүргісі келеді, бақытты ғұмыр кешкісі келеді. Бірақ әркім бақытты әртүрлі ойлайды, әркім бақытты әртүрлі тұспалдайды. Біреулер бақытты байлықтан іздесе, біреулер бақытты осындай ағайын туғандардың ортасынан іздейді. Біреулер бақытты денсаулықтан іздесе, біреулер бақытты жардың қызығынан іздейді. Біреулер бақытты мансаптан іздесе, біреулер бақытты атақтан іздеп жатады. Негізі бақытты адам қандай болады деген сұраққа Жүсіп Баласағұн деген бабамыз бұлай деп жауап берген екен. Бақытты адам дегеніміз ол өткеніне өкінбейтін және болашағынан қорықпайтын, сонымен қоса ешқашан біреудің ісіне араласпайтын адам деген екен. Сонымен қоса бірде Толстойдан шәкірті келіп сұраған екен дейді: ұстаз, адамзаттың баласы қай кезде бақытты болады деп. Сонда Толстой: адамзаттың баласы қолында барды қадірлеп, қолында жоқты ойламаған кезде бақытты өмір сүреді деп жауап берген екен. Адам бақыты үшін көп нәрсе қажет емес екен ғой ағайын. Өзіне қамқор жан жары, сүйкімді бала шағасы, жайлы үйі болса жеткілікті дейді.